Hello friends, сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Teach каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге керемет бір құрал көрсетем. Қалай Telegram тобынан шықпай, өте оңай түрде тест, дауыс беру, әртүрлі анкеталар істеуге болады. Қазір көрсетем. Кеттік. Ең бірінші біз Telegram тобына кіреміз. Қазір біз мысалы Fantastic Teachers деген керемет бір Telegram тобында отырмыз. Бізге ең астында скрепка, оң жақта астында скрепка бар, соған басуымыз керек. Мына жақта басамыз. Енді қараңыздар, бұл жерде ең астында poll деген сөз тұр, дауыс беру дегенді білдіреді, голосование. Соған басамыз. Бұл жерде бізде не шығады? Қараңыздар, бұл жерде бізде міне үстіңгі жақта question деген нәрсе бар. Ол сұрақты білдіреді. Біз өзіміздің сұрағымызды жазамыз бұл жерге. Мысалы do you like reading books? Сіз кітап оқуды жақсы көресіз ба дегенді білдіреді. Сұрақ сұрадық, одан кейін бізге options, варианттар беріледі. Мына жерде. Соның ішіне бірінші вариант жазамыз. Мысалы yes, yeah. Келесі вариант қосу үшін add option плюсик. Көріп тұрсыз ғой. Осы жерге басамыз. Бұл жерде бізге мысалы of course, әрине, жақсы көрем, дегенді білдіреді. И үшінші вариант қосайық. No деген болсын. Жақсы көрмеймін. Екі емес деген сияқты. Енді бұл жерде тағы да 7 вариант қосуға болады деп тұр. Демек, total бізде барлығы 10 вариант жасауға болады. Керемет, өте көп. Мұқият болыңыздар, бұл жерде астында бізде anonymous voting деген нәрсе бар. Ол қазір бізде қосылып тұр. Ол не деген сөз? Анонимное голосование. Сіз берген варианттарыңызды белгілейтін адамдардың кім қай вариант таңдады, сол көрінсін ба жоқ па? Егер анонимді болсын десеңіз, үсті қосылып тұрады. Көре алмайды ешкім, кім қандай жауап берді. Егер оны өшірсек, былай. Кімнің қандай вариант жазған, біз көре аламыз. Көрейік. Енді бәрін бітіргеннен кейін біз мына жерде үстінде create деген жері бар, соған басамыз. Кеттік. Енді қараңыздар, группамызда осындай опрос бар. Және де адамдар жауап бере бастады. Жауап берген кезде қараңыз. Бұл жерде кішкентай мынандай домалақтар шығады. Ол домалақ адамдар деген сөз. Қазір бізде бір адам жауап берді. Өзімде басып көрейін. Мен кітап оқуды өте қатты жақсы көрем. Қазақша, орысша, ағылшын тілінде мен хоббим деп айтуға болады. Сол үшін біз of course дегенді басамыз. Енді біз не көріп тұрмыз? Бұл жерде кім жауап бергенін көре аламыз. Және қанша пайыз әр вариант жауап берілді, соны көре аламыз. Бізде қазір бір yes, бір of course деген нәрсе бар. No деген пока жоқ. Одан кейін біз нәтижелерді көру үшін view results деген жерге басамыз. Көрейік. Бұл жерде уже біз, мысалы, Кентаудан Даулет деген кісі жазған, және де екінші вариантын мен өзім жазған көре аламыз. Көрдіңіз ба? Бұл анонимный еместі, сол үшін кім қалай жауап берді, бәрі көре алады. Бұл бірінші вариант. Енді екінші вариант. Біреу no деп жазыпты. Қараңыздар, бізде тура үсті басамыз, скрепкаға, полға басамыз. Бұл жерде бізге өше тұрайық, сұрақ сұрайық. Бұл жерде енді бізде көп вариант балдар, оқушылар таңдалатын болсын деп істесек, мысалы, мынандай сұрақ сұрайық. What fruits
қандай жемістерді ұнатасыздар? What fruits do you like? Бұл жерде қараңыздар, тек қана бір жауап болмайды. Бұл жерде балалар бірнеше дұрыс жауап жаза алады. Мысалы, мен өзім ұнатам, сол үшін жаза берейін. Банана, мысалы, банан деген сөз. Orange деген апельсин. Тағы apple. И басқа қандай фрукты бар? Мысалы, watermelon деп қойық. Ол арбуз дегенді білдіреді. Енді қараңыздар. Бұл жерде біз енді анонимный бізге керек емес. Сол үшін мынаны алып тастаймыз. Сосын бізге мына жерде multiple answers деген қосу керек. Көп жауап деген сөз қостық. Енді жауап беретін кезде, жаңа группада отырған адамдар бірнеше вариант таңдай алады. 1 немесе 2, 4-ке дейін. Енді осыны көрейік. Группаға жіберіп. Бұл жерде мен өзім таңдап көрейін. Мен банандарды қатты жақсы көрем. Оранждарды да жақсы көрем. Apple өте керемет, және де арбуз жазда тоже жақсы. Көрдіңіз ба? Мен қалағанша таңдай аламын. Бұл жерде дұрыс емес нәрсе жоқ. Бұл көп вариантты деген сөз. Және де vote дегенді басамыз. Көрдіңіз ба? Тағы да бұл жерде сұрақ тұрады. Сұраққа кім жауап берді? Мықты кішкентай домалақпен осындай шығады. Және де әр жауапқа қанша пайыз шықты. Пока что тек қана мен жауап бердім, сол үшін осындай шығып тұр. View results көрейік. Міне. Өте керемет құрал. Әр ұстаз білу керек нәрсе деп ойлаймын мен. Енді үшінші вариантқа барайық. Үшінші вариантымыз бізде тура өстіп скрипкаға басып полға басамыз. Бұл жерде енді біз давайте quiz стик. Quiz деген имтихан деген сөз, серьез бір балаларға имтихан сұрақтарын істеп жатсаңыз, мысалы қандай болсын? Мысалы, давайте бұл кезде уже тек қана бір дұрыс вариант болады. Имтихан болғаннан кейін the smallest, ең кішкентай, unit, единица, of life. Өмірдегі ең кішкентай бізде единица. Is деп қоямыз да. Варианттар жазайық. Мысалы, енді биология болғаннан кейін tissue. Tissue дегеніміз ұлпа, ткань. Екінші вариант, например, орган. Үшінші вариант, например, cell болсын, мысалы, да. Төртінші вариант, например, организм деп қоямыз. Сөйтіп қоса бересіз, қалағанша 10 вариантқа шейін. Қай бала қайсын жауап берді көре білу үшін біз анонимоусты алып тастайық. Және де бізге қазір quiz мод қосу керек. Quiz модта only one correct, тек қана бір дұрыс жауап болады. Және де қараңыздар, users cannot revoke. Revoke деген өз жауаптарын өзгерте алмайды. Бір рет жазыңыз ба, екінші рет өзгерте алмайсыз. Сол үшін біз мына қостық. Енді өте маңызды мәселе, quiz мод қосқаннан кейін, қараңыз, бізде көк жанып тұр. Біз мына жерден бір дұрыс жауап таңдауымыз керек. Мысалы, көрейік. Енді the smallest unit of life, ең кішкентай біздің единица, ол, конечно, cell. Дұрыс па? Таңдадық, Енді create'ті басамыз. Пожалуйста. Міне. The small unit. Енді пока ешкім жауап берген жоқ. Мысалы, мен жауап берсем, ол жауабымды өзгерте алмаймын. Көрейік басып, мен мысалы білем. Cell деп бастым. Әне. Квиздің үстіп сөз жаттау болсын, кез келген сұрақтар болсын, есеп болсын да, тест істеймін десеңіз, өте керемет құрал. Және де сосын результаттарды көре аламыз. Басайық. Нәтижелерді көру деген. Біреу организмға басып қалыпты.
Енді көрейік. Ана. Мысалы, бұл жерде организм деп, мысалы, Кентау Дәулет, сел деп мен жаздым. Пайыздарын көріп тұрсыздар. Қате болса, сразу қате екенін көрсетеді. Енді Telegram осындай өте көп құралдары бар. Егер тағы да басқа ұсыныс сұрақтарыңыз болса, комментарий жазыңыздар. Сіздерге бұл құрал өте пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздерге бақыт тілеймін. Бақытты болыңыздар, біріңізді ренжітпеңіздер. See you. Әлі Құдай қаласа көрісеміз. Қош сау болыңыздар.